Ассалаумалейкум қазақ елі, сіздер құрылыс арт YouTube каналына қош келдіңіздер. Бұл каналда мен сіздерге үй салғанда қанша ақша керек, қалай салу керек және де қандай қателіктер кетті, оларды болдырмау мақсатында не істеу керек екені жөнінде айта кететін боламын. Алдарыңызда көріп тұрған жер телімі Түркістан облысы Сайрам ауданы Ақсукент елді мекені Айтеке би ауылында орналасқан. Жердің өлшемі 8 сотық, яғни 27-де 30 метр. Көріп тұрғандарыңыздай 2022 жылы қыркүйек айында бұл жерге фундамент құйылды. Алдағы уақытта осы фундамент құюға қанша қаражат кетті, соның бәрін айта кететін боламын. Ал сіздер каналға тіркеліп үй салайын деп жүрген достарыңызға, таныстарыңызға осы видеомен бөлісе кетіңіз. Бұл фундамент 2 қабатты үйге арналып құйылды. Бізде үйдің өлшемдері 13-те 16 метр. Бірінші қабатта бізде кіреберіс, санузел, жатын бөлме, холл, кіші зал, үлкен зал, асхана және терраса орналасқан. Ал екінші қабатта бір санузел, 4 жатын бөлме. Фундамент биіктігі 70 сантиметр. Өкінішке орай жер қисық болғандықтан бізде 16 метрге жер 40 сантиметр төмендеді. Яғни фундаменттің келесі бұрышы 1 метр 10 сантиметр болды. Фундаменттің мына бұрышы 1 метр 10 сантиметр, ал арғы басы 70 сантиметр. Алдарыңыздағы фотода фундамент құйылғанға дейінгі көрініс. Одан кейін құрылысшылар келіп дайындық жұмыстарын жүргізіп жатқан кезі. Фундаменттің ең басты және маңызды кезеңі ол фундаменттің диагоналін шығару. Естеріңізде болсын, диагональ шығару барысында мүлдем матадан жасалған метр қолданбаңыз. Тек металдан жасалған метр қолданғаныңыз дұрыс болады. Өйткені матадан жасалған метр 10-15 метрге тартып өлшеген кезде ол 3-4 сантиметрге созылып кетуі мүмкін. Және де фундаменттің диагоналі дұрыс шықпай, фундаментіңіз қисық болады. Диагональ шығарып болған соң ішкі бөлмелердің орналасу ретін сызып шығамыз. Бұл сызбаға гипсті пайдаландық. Бұл әдіс фундаменттің подушкасын экскаватормен қазатындықтан өте ыңғайлы әдіс болып табылады. Экскаватормен қазғанда құмды құйылатын фундаменттің ішіне тастаңыз. Болашақта фундамент толтырған кезде өздеріңізге ыңғайлы әрі ақша жағынан өте тиімді болады. Бізде подушканың ені 80 сантиметр, ал тереңдігі 50 сантиметр, ұзындығы 104 метр. Бұл тереңдікте қазған себебі жердің беті 50 сантиметрге дейін жұмсақ болды. Болашақта үй отырып кетпеу мақсатында біз осы әдіске бардық. Келесі подушка құйылмас алдын астына 10 сантиметр шебін төсеп шықтық. Подушка құюға біз 16 диаметрдегі арматураны пайдаландық. Бұл подушкаға жалпы 400 метр арматура кетті. Алдыңызда көріп тұрған фотода подушканың бетоны құйылған сәті подушкаға жалпы 34 куб бетон кетті. 2 күннен кейін подушка кепкен соң фундамент құюға кірістік. Яғни опалубкасын құра бастадық. Фундаментке біз 14 диаметрдегі арматураны пайдаландық. Жалпы ұзындығы 500 метр арматура кетті. Фундаменттің орташа биіктігі 90 сантиметр, ал ені 40 сантиметр. Жалпы ұзындығы шамамен 100 метрдей болды. Бұл фундаментке 36 куб бетон кетті. Жалпы алғанда фундамент пен подушкаға 70 куб бетон кетті. Қорытындылай келе осы фундаментке қанша шығын болғанын есептейік. Арматура 12 диаметрдегі арматура 250 метр 60 мың теңге. 14 диаметрдегі арматура 500 метрге 159 мың теңге. 16 диаметрдегі арматура 500 метрге 251 мың теңге. Подушканың орнын қазған экскаваторға 35 мың теңге. Арматурадан каркас тоқуға 140 килограмм 56 мың теңге. Құмға 48 кубқа 282 мың теңге. Шебен 50 кубқа 110 мың теңге. 270 қап цементке 459 мың теңге. Арматураны тоқуға, визуалды сым, суға тағы басқа шығындарға 100 мың теңге кетті. Бұл фундаментті құйған құрылысшылардың еңбек ақысы 880 мың теңге болды. Жалпы өлшемі 16-да 13 метр болатын фундаментке 2 миллион 417 мың теңге
ақша жұмсадық. Достар, егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта біз кәріз жүйесі, яғни канализация жүргізетін боламыз.